Елена Юминованы он саусағынан бал тамған шебер деуге болады. Ол өзінің суреткерлік қырымен танылып қана қоймай, қолөнершілігімен де көпшілікті тәнті етіп келеді. Көрмеге қолөнершінің қолынан шыққан туындылар бірінен бірі өтіп, көздің жауын алардай. Әр жұмыста өзіндік мағынасы, тарихы бар дейді. Сонымен қатар суретші қазақи нақыштағы ою-өрнекті пайдаланатынын да айтып өтті. Очень сильно люблю национальную культуру, любую. Әр ұлттың мәдениеті жаныма өте жақын, және әр қайсының салт-дәстүрі, мәдениеті, киім-кешегі ерекше қызықтырады. Бүгінгі күнде кестелеу, бейнелеу өнері арқылы қазақ, орыс мәдениетіне арналған 3 жұмысымды көрмеге ұсындым. Жоспарда бастаған жұмысты алға қарай дамыту және басқа да ұлттың мәдениетін насихаттау. Өнер иесі бүгінде Павлодар қаласындағы нөмірі 2 көркем сурет мектебінде еңбек етеді. Өткізіліп отырған іс-шара ұстаздардың ерекше өнерін бағалай отырып, дарынды мұғалімдердің шығармашылық жұмыстарын насихаттауға бағытталған. Шығармашылық сайысымыз өзі тәуелсіздік күніне арналған. Сол тәуелсіздік күніне арналған себептен біз сол дербес шығармашылық көрмелерді осы қыркүйекте оқу жылы басталғаннан бастап біз соны енгізе бастадық. Содан бастаймыз. Биылғы көрмелердің бәрі тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған. Көрмеге білім саласында шығармашылықпен айналысатын ұстаздар мен Павлодар қалалық көрмелерінің өкілдері шақырылды. Салтан Нысанбекова, Мөлдір Сағидолла, Юрий Белевский, Ертіс Информ.